Көз көруінің нашарлауы қазіргі таңда жер шарындағы әрбір үшінші адамда кездеседі. Заманауи өмір салты, монитордың кері әсері, гаджеттер, экология, күйзеліс, дұрыс тамақтанбау, ұйқы бұзылуы адамның жалпы денсаулығына ғана емес, көз көруінің нашарлауына да алып келеді. Егер көзіңіздің көруінің нашарлауымен қоса қауіпті қабынулар, тіпті көздің мүлде көрмей қалуына дейін апаратын факторлардың алдын аламын десеңіз, үй жағдайында бірнеше ережені сақтаңыз. Және бұл жағдайға жеңіл қарамаңыз. Сіздің көзіңіздің көргіштігі сақталып, әлемнің барлық кереметін өз көзіңізбен көретін мүмкіндікті жоғалтып алмаңыз. Осы бірнеше қарапайым ережені ұстанатын болсаңыз, көздеріңіз 100% көрмесе де, ең болмаса одан әрі ушықпай, осы қалпында ұстап тұрасыз. Қазақ тіліндегі каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, каналға тіркеліп, қолдау білдірулеріңізді сұраймыз. Көз көруін қалыпқа келтіру үшін ең алдымен көзге түсіп жатқан ауырлық пен кернеудің алдын алуымыз қажет. Адам ағзасындағы барлық орган сияқты бұлшық еттер сияқты, біздің көзіміздің де бұлшық еттері шаршайды. Күні бойына көзге салмақ түскеннен көзіміз әртүрлі ауруларға қабынуға, көздің көруінің нашарлауына бейім болып келеді. Сондықтан көзге түсетін салмақты барынша азайту қажет. Яғни мониторға қарау, гаджеттерді ұзақ уақыт қолдану, тіпті қарапайым кітап оқудан да көзді демалдырып тұрған жөн. Әсіресе көлік жүргізетін адамдарда көзге көп салмақ түседі. Ал көлік ішінде кітап оқу немесе телефонға қарау көзге салмақ түсуін 3 есеге арттырады. Күні бойына көзге салмақ түсетін жұмыс жасайтындарға көз көруінің нашарлап кетпеуі үшін мүмкіндігінше әрбір сағат сайын 10 минуттай үзіліс жасап, көзді демалдыратын жаттығулар жасап тұруға кеңес береміз. Көз жаттығулары. Айта кеткендей, ұзақ уақыт бойы көзге түскен салмақтан, яғни оқу, гаджеттерге үзіліссіз ұзақ уақыт қараған кезде көзіміздің ашып жұмуымыз, яғни жыпылықтатуымыз сиректеп, көздің құрғауына алып келеді. Көзді жиі жыпылықтату көзді табиғи жолмен ылғалдандырып тұрады. Қалыпты жағдайда ересек адам 1 минутта 25 рет көзін жыпылықтатуы қажет. Ал сіз көзіңізді 1 минут ішінде қанша рет ашып жұмасыз? Комментарийге жаза кетіңіз. Егер адамда көз жыпылықтауы сирек болатын болса, көз құрғауы пайда болып, көздің қышуы, ашуы, қызару мен көздің ісінуі пайда болып, уақыт өте келе қауіпті көз ауруларына алып келуі ықтимал. Егер де көзіңізге салмақ түскенін байқасаңыз, көзіңізді дереу бірнеше минутқа жұмып отырасыз. Көз бұлшық еттері босаңсып бастаған соң, көзде кернеу болмауы үшін көздерді жиірек жыпылықтатасыз. Бір қарағанда пайдасы жоқ жаттығу болып көрінуі мүмкін. Бірақ осы жаттығулар мен көптеген көз ауруларының алдын алатыныңыз анық. Келесі жаттығу. Денеңізді тік ұстап отырасыз. Көзіңізді жоғарыға, төменге, оңға, солға қарайсыз және көз алмасын айналдырасыз. Және көзіңізбен 8 санын саласыз. Осы жаттығуды бірнеше рет қайталайсыз. Көп уақытыңызды алмайтын өте қарапайым жаттығу. Ал пайдасы сіз ойлағаннан да көбірек. Келесі жаттығу фокус қою деп аталады. Яғни бір затқа жақыннан қарау, сосын фокусты алыстағы затқа қою. Кез келген затқа, мысалы саусақты алайық. Көз алдыңыздағы саусаққа 3 секунд қарайсыз. Сосын бөлме ішінде алыста тұрған бір затқа 3 секунд қарайсыз. Осылай кезектестіріп бірнеше рет қайталайсыз. Яғни фокусты бірінші жақын затқа, сосын алыс затқа қоясыз. Бұл жаттығуды күніне бірнеше рет қайталауға болады. Келесі физикалық белсенділік. Физикалық белсенділікке кез келген спорт түрімен айналысу. Егер спортқа уақыт жоқ десеңіз, таза ауада көбірек серуендеуді әдетке айналдырыңыз. Қимыл қозғалысы артқан кезде қан айналымы дұрысталады. Миыңыз оттегіге қанық болады. Ми мен дене демалғанда міндетті түрде көз де демалады. Пайдасыз әрекет болып көрінгенмен бүкіл адам ағзасына өте пайдалы әрі денсаулық кепілі болып есептеледі. Келесі тамақтану. Дұрыс тамақтану 90% көз проблемаларының алдын алады. Алдымен көз көруінің нашарлауына алып келетін зиянды тағамдарды атап өтейік. Ең бірінші орында әрине қант пен тұз. Қою шай мен кофе, консервіленген тағамдар, шұжықтар, химиялық өңдеуден өткен тағамдар көзге кері әсер тигізеді. Сондықтан зиянды тағамдарды пайдалы тағамдарға ауыстырамыз. Көзге пайдалы тағамдар. Құрамында бета-каротин, қарапайым тілмен айтқанда бәріміз жақсы көретін А дәрумен кездесетін
барлық тағам көзге пайдалы. Бета-каротин барлық сары, қызғылт сары және қызыл жемістерде кездеседі. Оларға сәбіз, батат, болгар бұршы, қызанақ, грейпфрут, шабдалы, қауын, құрма және асқабақ жатады. Сонымен қатар бета-каротинді жасыл көкөністерде де кездестіруге болады. Оларға шпинат, қырыққабат, брокколи, жасыл бұршақтар, көк пияз, ақ желкен мен кинза жатады. Келесі көзге пайдалы жеміс көкжидек, яғни черника. Көкжидек құрамында адам ағзасына қажетті көптеген дәрумендер бар, әсіресе А дәруменіне өте бай. Сондықтан ол көзге өте пайдалы болып есептеледі. Сонымен қатар жаңғақтар, балық, бұршақ дақылдарында адам ағзасына әсіресе көзге қажетті дәрумендер өте көп мөлшерде кездеседі. Келесі ультракүлгін сәуледен қорғану. Ультракүлгін сәуле барлық мүшелерге зиян келтіреді, әсіресе көзге. Сондықтан да жаз айларында көзге күннен қорғайтын көзілдірік киіп, көзді ультракүлгін сәуледен қорғауға кеңес береміз. Көз өте маңызды және нәзік болып келеді. Оны қорғау және күту біздің міндетіміз. Видеомыз пайдалы болса, осы видеоны ауырмасын деген жақындарыңызға жіберіп қойыңыз. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздейік.